Assalamu alaikum туғандар. Аллах Таала барлық диқандарға берекесін берген болсын. 27 апрель Бишкек шары совхоз Алато туғандар. Біз күткен күн дағы келді. Өзіңіздер көріп тұрғандай, құлпынайлардың алдыңқылары бұш баштады туғандар. Бұл құлпынайдың сорту Тибот деген сорт. Мен жақсы көрген ең даамды құлпынайлардың бірі десем жаңылыспаймын. Мына өзіңіздер көріп тұрғандай, алдыңқылары бұш баштады. Иншаллах, мен сіздермен біргелікті азыр бір дос сүйеміз. Бисмилля. Негізі, өзің айдаған огородтан теріп жегенге жетпейді өзі негізі. Мұның өзің бір рахаты бар да. Кімге қандай? Мен ұшыл өзім айдап, өзім өстіріп, менет қылып жеген нәрседен рахат алам туғандар. Оғыздан ерейді қой, мына қараңыздар. Анам туғандар айта кетші нәрсе, барлық диқандардың еңсегені бірле нәрсе. Ушы қылған менетібіз, қылған емгегіміз ақтап, бір жақшы бау болып берсе екен деп, бардығы сен ушул нәрсені ғана қалайбыз. Бирок болбой эле, алып сатарлар ғана пайдасын көріп, диқандар аларға аябай арзан беріп, пайдасын көрбөй, жабырқап қалған учурларда жоқ емес. Ошондон алып сатарлардын бардығына кайрылмакчымын. Быйыл жакшы баада малина, кулпунайды жана башка нерселерди жакшы баада алып бериңиздер. Дыйкандардын дагы мээнетин баалаңыздар. Аллах Таала баардык дыйкандардын түшүмүнө береке берип, быйыл жакшы баада сатып алганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум.